жақсы жұмыс жасайды. Жақсы фильтр отстойникпен болған дұрыс. Ол мап істен шығады. Форсунка бітеуі мүмкін, форсунка бітеп қалуы мүмкін, штоктары бітеп қалуы мүмкін, және де мап дейді, датчик давления газа істен шығуы мүмкін. Үш сальнигі бар. Газда чек неге жанады? ГБО 4+5, 6 поколениелердің айырмашылығы неде? Неше түрлі проблемаларға әкеліп соқтырады. Ыңғайлы монтаж жасаған кезде бұл яғни максималды түрде газ таза болып шығады. Яғни лас бөлшектері. Бұл фильтрдің ерекшелігі, бұған төменге кеткен газ қозғалмайтын бекітіледі. Оны яғни тұла бойындағы толған нәрсенің барын ары қарай жібере береді форсунка. Тазалағыш фильтр. Ассалаумағалейкум достар, бүгін сіздермен Ұста Автогаз, және бүгін біз сіздерге газге арналған фильтрлардың түрлері жайлы айтпақпыз. Біз бүгін сіздерге арнап Lavato, Stag және Alex компаниясының фильтрларын таныстырмақшымыз. Газдың фильтрларының екі түрі болады. Біріншісі редукторға қойылады, және де редукторға дейін фильтр грубый очистка деп аталады. Яғни газдың құрамындағы үлкен лас нәрселері, тастар болуы мүмкін, кішкене тағы басқа бір бөлшектер болуы мүмкін. Соны ұстап қалатын, соны тазалайтын бұл фильтр. Бұл қағаз болады, бұл жері екі жағы пластмасса болуы мүмкін, және де бұл жері қалайы қаңылтырма жері. Ол көбінесе редукторға дейін тұрады, және де редукторға дейінгі бір қосымша клапан болады, сол жерде тұруы мүмкін. Бұл бірінші фильтр. Және де бұл фильтр грубый очистки. Және де екінші фильтр бізде фильтр тонкий очистки, ол мына жерде стакта келтірілген. Бұның ішінде қағаз болуы мүмкін банағыдай, немесе бульпрен деген бір губка сияқты материал болуы мүмкін. Үшіншісі Lavato, итальян Lavato фирмасының фильтр с отстойником дейді, отстойником. Бұл жерде датчикпен бірге фильтр қосымша келтірілген. Бұның ішінде осындай фильтр отстойник. Яғни жақсы фильтр отстойникпен болған дұрыс, болуы керек отстойникпен. Бұл осындай Lavato фильтрі. Бізде үшінші фильтр Alex Ultra 360 градус деп аталатын фильтр. Бұл фильтр және қосымша оның қасында картриджі жүреді. Картриджі сальниктерімен бірге. Енді бұл фильтрдің артықшылықтарын айтып кетейік. Бірінші Stag фильтрі, бұл осылардың ішінде ең нашар деп айтуға болады. Бұның бір жаңасы, бұл ішінде ашып көрсек, егерде бұл осындай іші қағаз болады. Яғни грубый очистки мен тонкий очисткидің еш айырмашылығы жоқ десек те болады. Ал бұл достар, бұл бушный қолданылған фильтр. Біз сіздерге ашып көрсеткен едік. Бұл фильтрдің бір минусы, бұл газ мыннан редуктордан шыққан газ бұнда келіп, арғарай форсункаға барғанда, бұл яғни газ мұнда кіреді де, арғарай өтеді ғой. Сол кезде бұрынна бойына барын ұстап, арғарай бәрін, яғни тұла бойындағы толған нәрсенің барын арғарай жібере береді форсункаға. Одан форсунканың штуцері бітеп қалуы мүмкін, штоктары бітеп қалуы мүмкін, және де мап дейді, датчик давления газа істен шығуы мүмкін жиі. Бұл фильтрді көп тараған бізде, жалпы бұл фильтрдің орнына фильтр с отстойникін салған жақсы. Және достар, алдағы уақытта мап датчик давления газа туралы келесі алдағы видеода уақыттар қарасаңыздар болады. Ол туралы да арнайы бейне шығарамыз. Екінші фильтріміз біздің Ultra 360. Біз осыны адамдарға, өзіміздің тұтынушыларымызға көп салуға рекомендация береміз. Бұл, яғни 4 цилиндрға арналған. Бұның үстінде 4-ке бұл фильтрдің ерекшелігі сонда. Бұда тазалағыш фильтр, центробежный. Ал бұда кірген газ, бұдан газ кіреді де былайынан. Яғни бұл газ кірген газ мына қабырғаларға қарама-қарсы айналады. Сол айналған кезде центрифуга арқылы мына қабырғаларға тиіп, қабырғаларына барлығы жиналады. Бұған төменге кеткен газ
мына фильтрден өтіп, мына ең барып, мына астынан, мына жандарынан өтіп, жоғарыға шығып, мына тесіктен кері, мына тесіктен форсункаға кетеді. Бұл еще отстойникпен, бұндағы ішіндегі неше түрлі кішкентай газдың бөлшектері, яғни лас бөлшектері бұның астында және бұл қабырғаларын жабысып қалады. Бұл фильтрде, яғни максимальды түрде газ таза болып шығады. Бұл польшалық Alex компаниясының фильтрі. Бұл Alex 360 градус деп айтылады. Бұл міндетті түрде машинаның кузовына, яғни қозғалмайтын жерге бекітіледі. Оны газ баллонын орнатқан жерде орнатқан установщиктер, яғни мастерлар, ұсталар, былайынан да салса болады, өзінің ыңғайына қарай кез келген бағытта сала берсе болады. Өте ыңғайлы монтаж жасаған кезде. Бұл былай жатқыз қоюға болмайды, тек тұрған күйінде ғана осылай жақсы жұмыс жасайды. Допускается тек былай тек қана 20 градусқа ғана бұруға болады, былайынан тікесіне тұру керек бұл фильтрлар. Бұның қосымша картриджі жүреді өзінің жанымен. Картриджінде 3 сальнигі бар. 3 сальнигі болады, мынандай, және де қақпағына келетін 2 сальнигі бар. Бұның бағасы әрине басқаларға қарағанда қымбаттау, бірақ та машинаңыз газбен көп, ештеңе проблемасыз, форсункаларыңыз проблемасыз, яғни маптарыңыз істен шықпай көп жүрген қалсаңыз, осындай жақсы фильтр салған жақсы. Бұның ауыстыру мерзімі әрбір 10 000 сайын ауыстырылады, яғни газды сапасы шамалы болғандықтан әрбір 10 000 сайын ауыстырып отырамыз. Ал бұл лаваты фильтрінің салыстырғанда, лаватыда былайынан мына жерден оның өзінің кіретін шығатын жағы болады, in out. Мұн жақтан кірген газ, бұл жақтан кірген газ бұл арқылы шығып, фильтрден өтіп, яғни ласы ішінде қалып, мына тесіктен кіріп, қайтып шығып кетеді. Осылардың ішінде ең жақсы қайсысы десеңіз, бұл әрине Alex ультра фильтрі. Бұл да газды өте қатты көп тазалайды, лас бөлшектерден, және де монтаж кезінде де өте ыңғайлы, өте оңай. Және қосымша бұндай болттар жүреді. Осы болттармен қосымша бекіткіш арқылы, міндетті түрде бекіткіш арқылы бұл болттарға бекітеміз. Бұл фильтрдің негізгі қызметі жалпы айтқанымыздай, редуктордан шыққан газды, немесе келген газды тазалау, және форсунканың ұзақ және жылдам қызмет етуіне әсерін тигізеді. Бұл фильтрді 10 000 сайын ауыстырып отырған дұрыс болады. Ал егер фильтрді ауыстырмасаңыздар, достар, ол біріншіден бұл фильтрдің бәрі толып, яғни мүмкін болмағандықтан уже ары қарай бәрін жібере бастайды. Ары қарай дегенде форсункаға және датчик давления газы мапқа жібереді. Ал біздің маптарымыз өте әлсіз болғандықтан қорғанысы ол мап істен шығады. Форсунка бітелуі мүмкін. Форсунка бітелген машина өзіңіз білетіндей машина іркіп жүрмейді және де неше түрлі проблемаларға әкеліп соқтырады. Кез келген фильтрларыңызды уақытында ауыстырып жүру керек болады. Бізде қалай? Бізде осы газды бір қойып аламыз да 30 000, 40 000 жей береміз. Әбден машина біткеннен кейін, шаршағаннан кейін келіп адамдар бізден сұрап жатады. Фильтрді 10 000 сайын ауыстыру керек па деп. Біздер оған газ құйғаннан кейін жалпы гарантийный книжкаға бәрін жазып түсіндіріп жібереміз. Оған мән бермейді ме? Осылай неше түрлі проблемалармен адамдар келіп жатады. Газда чек неге жанады? ГБО 4+5, 6 поколениелердің айырмашылығы неде? Басқа ГБО қатысты нәрселермен сіздермен таныстыратын боламыз. Және достар, комментарияға өздеріңіз мазалаған сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Және де немен танысқыңыз келеді, сонда жазып кетсеңіздер болады. Біз сіздің бір тақырып айтсаңыз, сол тақырыпқа байланысты бейне түсіруге тырысамыз. Біздің бейнелеріміз ұнаса, әрине өздеріңіз достарыңызбен бөлісіңіздер. Және де келесі бейнелерді жіберіп алмас үшін біздің каналымызға жазылып қойыңыздар.